Ақшаны бәрі де жақсы көреді, бірақ оны сақтап әрі көбейте түсу үшін жақсы көру жеткіліксіз. Менің қазір 50 миллион долларым бар. Мен өте бақыттымын, бірақ 48 миллион долларым бар кезде де дәл осындай бақытты болғамын деген екен Шварценеггер деген мырза. Армысыздар, бұл Теңгемания бағдарламасы және мен оның жүргізушісі, есімім Бауыржан Орда. Біз сіздерге қаржылық жетістіктерге жетудің қысқа жолын көрсетеміз. Сондай-ақ өздеріңізбен ойын ойнап, жеңімпазға ақшалай сыйлық табыс етеміз. Бүгін көретіндеріңіз, баға қалай, инфляция тақап қалды. Арзан ақшалар, ұлттық банк экономиканы қалай қолдауда. Теңге шоу айдарында жеңімпаз қай сауалға жауап беріп, 10 мың теңгені ұтып алды. Әр нәрсе шамамен болған жақсы. Шамасынан тыс нәрсені мен өзім жек көрем. Бірақ бұл әңгіме ақшаға қатысты емес. Ақшаны кім ойлап тапқанын ойланып көрдіңіз бе? Адамзат баласы қанша ғасыр бойы ақшасыз өмір сүрді емес пе? Балтаны былғарға, асықты етікке ауыстырып, металл ақша алғаш рет Қытайда немесе Парсы елінде немесе Лидия патшалығында соғылған. Бұл туралы нақты дерек жоқ. Бір анығы ежелгі Римде ақшаны монета деп атаған. Бұл сөздің ағылшынша атауы mint, французша money, ал қазіргі ағылшын тілінде money. Содан бері ақша жүйесі әлде қайда күрделеніп кетті. Оны бақылап, реттеп отыру керек. Ал Қазақстанда бұл қалай жүзеге асырылатыны туралы Теңгемания бағдарламасынан білетін боласыздар. Әзірге біздің табысымыз бен шығысымызға болашақта не әсер етуі мүмкін? Сол жайында әңгіме қозғайық. Ranking KZ мәліметі бойынша Қазақстанда жаңа машиналар көбейген. Автомәмілелер нарығы белсенді дамуда. 1 тамыздағы есеп бойынша елде 4 миллион көлік тіркеліпті. Бұл өткен жылға қарағанда 10%-ға көп. Көшбасшылар оңтүстік Қазақстан облысы, Алматы және оңтүстік Астана. Қазақстанда акция бағасының көтерілуіне байланысты келесі жылдан бастап арақ-шарап қымбаттайды. Ұлттық экономика министрлігінің хабарлауынша орташа есеппен алғанда 45%-ға. Басты мақсат осы саладағы отандық өндірушілерге қолдау көрсету. Алдын ала есепке қарағанда бұл шара мемлекеттік бюджетке жылына 20 миллиард теңге кіріс әкеледі. Әлемнің орталық банктері негізгі пайыздық мөлшерлемені төмендетуде. Reuters агенттігінің мәліметіне қарағанда, соңғы айда 57 орталық банкі елдеріндегі экономикалық өсімді арттыру үшін қаржылық несие саясатын жеңілдетіп, ақшаны экономикаға құйған. Ал Еуропа орталық банкі мен Жапония банкінің жасаған ынталандыру шаралары ең ауқымды болып танылды. Ақша деген адамға бала сияқты. Балаңыздың жасы қаншаға келсе де, ол сізге кішкентай болып көрінеді. Сол сияқты қанша ақшаңыз болса да, ол сізге кішкентай немесе аз болып тұрады. Негізі ақша дегеніміз тауар. Әлемде ең көп сатылатын тауар. Себебі оның көмегімен өзге тауарлардың құнын бағалауға болады. Ертеректе монеталар құнды болатын. Олар алтыннан, күмістен соғылған, яғни ақшаның өзі құнды еді. Ал алғашқы қағаз ақша 9 ғасырда Қытайда пайда болды. Бүгінде біздің қолымызда алтын монеталар емес, қағаз банкноттар. Бұл мемлекеттік кепілдемесі бар, белгілі мемлекетте төлем құралы ретінде қабылдауы тиіс құжат. Мұндай ақша айналымын мемлекет реттейді. Бұл экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажет. Қайсы бір елдің қаржы саласындағы кез келген кешенді шаралар мен әрекеттерді орталық немесе ұлттық банк жүзеге асырады. Сіздермен бірге Теңгемания бағдарламасы және мен Бауыржан Орда. Бұл шаралар қарапайым азаматтарға түсінікті бола бермейді. Болашақта мұның бәрі біздің өмір сүру деңгейімізге, біздің қалтамызға әсер ететіні белгілі. Ендеше мән жайды құрастырып көрейік. Ұлттық банктың қандай мақсат міндеттерді қалай және не үшін атқаратыны туралы қазақстандықтардың нені білгісі келеді? Назар аударыңыздар. Теңгенің құбылмалы бағамы саясатының жағымды жағы қандай? Қатардағы азамат үшін не маңызды? Доллар бағамы ма, әлде инфляция деңгейі ме? Базалық пайыздық мөлшерлеме деген не? Төмендеуі жақсы ма, жаман ба? Ұлттық банк өзінің қаржы саясатындағы шараларында неге сүйенеді? Әрі қарай көретіндеріңіз, Теңге шоу бағдарламасында кім қаржылық сауаттылығын көрсетіп, 10 мың теңгені жеңіп алды. Бірге тамашалайық. Ақшаны орнымен жұмсау үшін не болу керек, не болмау керек? Біріншіден, ақшаны орнымен жұмсау үшін басыңызда ең әуелі ми болу керек, бірақ қасыңызда әйеліңіз болмау керек. Сонымен Теңге Блиц айдарынан байқағанымыздай қанша адам болса, соншалықты пікірі мен проблемада баршылық.
Сонымен талқылайық. Ең әуелі ұлттық банктың басты мақсаты бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ету екенін білуіміз керек. Ол үшін онда қаржылық несие саясаты құралдарын пайдаланады. Коммерциялық қаржы ұйымдарды сақтандыру компанияларын бақылайды. Тіпті олардың алдында біздің қаржы қызметін пайдаланушы ретіндегі құқығымызды қорғайды. Ұлттық банк несие бермейді, депозитке ақша салмайды, төлем карточкаларын шығармайды. Ұлттық банк осы жүйені басқарады. Ал екінші деңгейдегі банктерде несие де алуға болады, шотқа ақша салып, төлем карточкасын рәсімдеуге де мүмкіндік бар. Бұл олардың бизнесі және табысы. Ұлттық банк үшін табыс емес, бағаның және еліміздегі жалпы қаржы жүйесінің тұрақтылығы маңызды. Бұл туралы заңда да жазылған. Ол үшін қандай шаралар жүзеге асырылып жатыр? Осы сауалға Теңгемания бағдарламасы жауап беруге тырысады. Бағаның шарықтауына жол бермеу инфляциямен күресудің бірден бір әдісі. Ол үшін ұлттық банк теңгешілдік, яғни қаржы құралдары мен шараларын қолданады. Оның ең бастысы ұлттық банктың қаржылық несие саясаты. Өкінішке орай бағаны монетарлы шарамен ұстап тұру мүмкін бола бермейді. Себебі елде бәсекелес отандық өнімдер аз болғандықтан тауарды шетелден әкелуге мәжбүр. Ал доллар мен рубль бағамы өскен кезде импортта қоса қымбаттайтыны белгілі. Инфляцияны болжау барысында қолданатын негізгі параметрлеріміз ол жалпы ішкі өнім, айырбастау бағамы, өнеркәсіп және ауыл шаруашылық бағасының деңгейі, халықтың номиналды табысы, сондай-ақ өзге елдердің де айырбастау бағамына, даму деңгейлеріне, мұнай бағасына баса назар аударамыз. Өткен жылы Қазақстанда инфляция 13,5%-дан сәл асты. Оған теңге құнсызданып, ел экономикасы абдырап қалған кезең үлесін қосты. Ресей рублі мен мұнай бағасының тұрақтылығынан ағымдағы жылдың 8 айындағы көрсеткіш әлдеқайда төмен. Демек, алға қойған мақсат, яғни жыл соңында инфляция деңгейін 6-8% көлеміне жеткізуге деген сенім бар. Ұлттық банктың ұзақ мерзімді мақсаттарының бірі 2020 жылға дейін 3-4%-ға қол жеткізу. Инфляция өздігінен көбейеді деген тұжырым бар. Яғни инфляциялық болжамды басқара отырып, баға деңгейін төмендетеміз және инфляцияға да ықпал ете аламыз. Менің пікірімше, бұл мақсатты кезеңдегі 3-4%-ға қол жеткізу үшін маңызды көрсеткіш. Маңызды нарық шараларының бірі ол құбылмалы теңге бағамын енгізу. Бұл сыртқы саудадағы позициямызды ұстап қалуға және отандық өндірушілерді қолдауға мүмкіндік береді. Енді шетелдік тауар жергілікті өнімнен арзан болуы тиіс. Бұл әлемдік тәжірибе көрсеткендей, экспортты дамытып, импортты шектеудің әдісі. Базалық мөлшерлеме деңгейін анықтау барысында бірнеше көрсеткішті ескереміз. Ең бастысы инфляция болжамы. Яғни біз үшін бір жылдан кейін инфляция деңгейі қандай болады? Сол маңызды. Егер инфляция бір жылдан кейін өсетін болса, ал біз өседі деп болжап отырмыз, онда мөлшерлемені көтереміз. Егер инфляция төмендесе, бізде базалық мөлшерлемені төмендетеміз. Ұлттық банктың мөлшерлемесі қазан айында төмендеді. Оған инфляцияның баяулығы және жалпы экономиканың жақсаруы себеп. Жаңа мөлшерлеме не береді? Банкке клиенттерді көбірек тартуға мүмкіндік береді. Себебі несие арзандайды. Демек, жұмыс орны көбейеді, сатып алу қабілетіміз жоғарылайды. Оның бәрі экономиканың өсуіне ықпал етеді. Алдыңғы пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі нәтиже берді. Осы аралықта қазақстандық бизнеске өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көп несие беріліпті. Біз үшін маңыздысы болжамды басқару. Яғни, біз халықпен, банктермен, кәсіпкерлермен жұмыс істейміз. Өзіміздің саясатымызды түсіндіреміз. Алға қойған мақсаттарымызға жету жолдарын жеткіземіз. Оған қоса, егер біз бір нәрсеге уәде берсек, міндетті түрде орындаймыз. Біз бос уәде бермейміз. Егер біз еркін құбылмалы валюта бағамы саясатын ұстансақ, біз солай жасаймыз. Әрине, күтпеген жағдай болмаса, біз қаржы несие саясаты құралдарын жетілдіреміз. Кем дегенде 2020 жылға дейін ұлттық банк басты құжаттарында көрсетілгендей инфляцияны төмен деңгейде ұстап қалу бағытынан бас тартпайды. Бұл тұрақты экономикалық дамуға ықпал етеді. Яғни тұтас елдің, оның ішінде әрқайсымыздың тұрмыс тіршілігімізге. Осы сәтте көретіндеріңіз 10 мың теңге кімге бұйырады? Теңге шоу айдарынан көріңіздер.
Ақшаны өз қолыңмен бересің, бірақ оны алуға өз аяғыңмен жүгіресің деген мақалды ұмытпаңыздар. Кезінде доллардан мүлдем бас тарту дегенге күдікпен қарап едім. Енді теңгеге көбірек сенетін болдық. Ұлттық банктың саясаты жемісін беріп жатыр ма? Әлде осылай өмір сүру ыңғайлы болды ма? Доллар дүрбелеңнен айлығымыз долларға айналмайды ғой. Мен өзім машинаның құнын доллармен емес теңгемен есептеймін. Жылжымайтын мүліктің бағасында солай көрсететін болыпты. Нақты цифрға тоқталайын. Жыл басынан бері теңге депозиттері 1,5 есе өскен, ал шетел валютасындағы депозит керісінше төмендепті. Сіздермен бірге Теңге Мания бағдарламасы. Біздің бағдарламада қаржылық сауаттылық, леззет, табыс әкеледі. Теңге шоу айдарын тамашалайық. Армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті телекөрермендер, ойыншылар, Ару қаламыз Алматыда қыдырып жүрген және оның тұрғындары. Баршаларыңызбен бүгінгі ойынды бастағымыз келеді. Сіздердің алдарыңызда Теңге Мания бағдарламасы және де Теңге шоу айдары, оның жүргізушісімен есімім Бауыржан Орда. Менің қолымдағы 10 000 теңге 5 минуттан кейін сізге, бәлкім сізге бұйыруы мүмкін. Осы 10 000 теңгені ұтуға дайын азаматтар болса қол көтерейік. 1, 2, 3, 4, 5 адам. Келіңіздер. Қолдау көрсетіп қояйық. Ендеше менің қолымдағы нағыз таза 10 000 теңге. Көз алдарыңызда бұл ақшаны мен қазір конвертке саламын. Ендеше құрметті көрермендер, ойыншыларымызбенен танысайық. Бүгінгі ойыншылардың есімі Данияр, Гүлназ, Гүлназ, Назерке, Айжан, Ботагөз. Алғашқы сұрақ. Өзге тауарлардың бағасын білдіретін әмбебап тауар дейді. Яғни, бірінші болып қол көтерген адам жауап береді дедік. Назерке қол көтерген сияқты, ол ақша. Шапалақтарыңыз. Тауар үшін сұрайтын ақша көлемі. Бірінші болып, меніңше, сіз қол көтерген сияқтысыз, ол Баға? Әрине баға, дұрыс айтасыз, қол шапалақ. Белгілі уақытқа бекітілген кіріс пен шығыстың есебі. Сонымен Бюджет. Әрине, бюджет. Дұрыс, өте дұрыс. Жауабыңыз дұрыс. Сіздер екінші кезеңдесіздер, құрметті көрермендер. Біз екінші кезеңді бастаймыз. Шапалақ. Елдің ақша массасын көбейтетін жаңа ақша белгілерін айналымға шығару. Бірінші болып Назерке қол көтерді. Эмиссия. Қалай? Эмиссия. Эмиссия. Жауабыңыз дұрыс. Қошемет. Қағаздан немесе пластиктен жасалған ақша белгісі. Банкнота. Банкнот. Әрине жауабыңыз дұрыс. Қол шапалақ қойыңыздар. Сонымен үшінші кезең. Ұлттық банктың базалық пайыздық мөлшерлемесі қандай? Бірінші болып қол көтерген. 12% деп есептейсіз, я? 12,5. 12,5. Әрине, Назерке, сіз 12 деп жауап бердіңіз, сіздің жауабыңыз дұрыс жауапқа жақын еді. Алайда Даниярдың жауабы дұрыс жауапқа жақын емес, өйткені Даниярдың жауабы нақты жауап. 12,5%. Қошеметтеріңіз. Мемлекеттің экономикасы мүмкіндік берсе, ұлттық банк базалық мөлшерлемені төмендетуге тырысады. Базалық мөлшерлеме төмен болған сайын соғұрлым қол жетімді болады. Құрметті көрермендер. Мінекей, өзінің қаржылық сауатты екен көпшіліктің алдында дәлелдеп, жеңіске жеткен Даниярға ішіне 10 000 теңге салынған конвертті ұсынуға рұқсат етіңіздер. Шапалақтарыңыз. Мінекей, қол шапалақпен шығарып саламыз бүгінгі жеңімпазымыз Даниярды. Рахмет, аман болыңыз, сау болыңыз. Ал құрметті көрермендер, Теңге шоу айдары осыменен аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар дейміз. Ақша тарихында адамзат бірнеше кезеңнен өтті. Әуелі тауарды әмбебап эквивалентке алмастыруды ойлап тапты. Сосын бұл эквивалент алтынға айналды. Сосын ақшаға. Енді үйреншікті қағаз ақшаны электронды ақша ығыстырып жатыр. Бүгінде әлемде электронды ақша қағаз ақшаға қарағанда 100 есе көп. Солай болсын, мүмкін сонда ақша құнсызданбайтын шығар. Біздің ойындарымызға қатысып, қаржылық сауаттылықтарыңызды ұштай түсіңіздер. Сіздермен болған Теңге Мания бағдарламасы. Көріскенше.